құндылықтар айнасы. Бүгінгі сабақты өткізетін Қуатхана Бақытгүл Жұмабекқызы, Мұхатина Саягүл Сәліпбекқызы. Бүгінгі жұмыстың мақсаты қазақ ертегілерінің өміршеңдігін дәлелдеу, ертегінің бала тәрбиесіндегі рөлін ашу, ертегінің бүгінгі қоғаммен байланысын анықтау, ертегідегі ұлттық кейіпкерлерімізді насихаттау және жандандыру. Ертегі дегенімізде кім айтады оқушылар? Айтады. Ертегі дегеніміз ауыз әдебиетінің ертеден келе жатқан көлемді саласының бірі болып табылады. Қазақ халық ертегілері, яғни қазақ халқы ауыз әдебиетінде ауызша таралып, біздің мұрамызға әдебиетімізге жеткен екен. Оқушылар, қазақ ертегілерінің неше түрі бар? Көп түрі бар. Қане атаймыз? Ғажайып ертегілер, хайуанаттардың ертегілері, тұрмыстық ертегілер, барлығы ертегілер. Жарайсыздар. Жалпы ертегі дегеніміз біздің болмысымызға, ой санамызға, ұлттық салт дәстүрді, әдет-ғұрыпты, яғни түсінік береді екен, яғни біздің бойымызға сіңіреді, оқушылар. Сонымен қоса баланың талантын ашуға, дамытуға негіз болады екен. Адамгершілікке, әділдікке тәрбиелеп бізді достыққа, әдептілікке, бірлікке шақырады екен. Оқушылар, біз білеміз, қарлығаштың құйрығы неге айыр деген ертегі бар екен, білеміз, балалар? Білеміз ба? Білеміз. Бала күнінен, яғни таныстық. Осы ертегінің мультфильмдік сценарий жасаған 1966 жылы сәуір айында мақұлданып жасаған екен. Осы туындыны шығаруға Әмен Қайдаров, яғни біраз жыл уақыт еңбек еткен екен. Бұл анимациялық фильм қазақ ертегісінің негізінде жасалған. Оқушыларымыз білеміз бе? Сонымен қоса алтын сақа ертегісі бар екен, және қарлығаштың құйрығы неге айыр деген ертегісі бар, тазша баланың ақылы деген. Яғни сезім соттыңызды алып, осы QR код арқылы көрейікші, бәріміз тыңдауын жасайықшы. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Күндердің бір күні жылан жер жүзіндегі жазды мен жансыздарға мынандай арыз айтады. Мені де қолым жоқ, басымды көтере алмай жер бауырлап қалдым. Не жеп, не қоярымды да білмеймін. Сен қасіретті көп тарттың, ондайлар әрдайым әділ келеді. Сен барлығын... Оқушылар, тақырыбымызды одан әрі жалғастырайық. Кейіпкер Алдар Көсе, көріп тұрсыңдар, Алдар Көсе қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкері, ақылды айлакердің, зерделі қолдың жиынтық бейнесі. Аңыз әңгімелерде Алдар Көсе өзінің асқан айлакерлер арқылы мұратына жетіп отыратынын біз білеміз. Солай енді жоғарыда өздеріңіз айтып өткендей, біз ұлттық кейіпкерлеріміз әлеуметтік брендте көріп тұрғандарымыздай, экранның қандай ертегілерді көріп тұрмыз? Ертөс. Жылая, ертөстік, Қошқармен деген. Көл-каусар Қошқармен деген. Жақсы, енді біз өз кезегімізде осы ұлттық кейіпкерлерді әлемдік брендке қалай айналдырамыз, соған тоқталатын боламыз. Және де фольклор кейіпкерлердің көпшілігі бұл күнде ұмытылып бара жатыр. Оларды қайта жаңғыртып, жас ұрпаққа таныстыру арқылы бір жағы ұлттық тәрбиемізді насихаттасақ, екінші жағы көне мұраларымыздың жаңа қырын ашар едік. Сіздер бұл жерде әлемдік мультфильмдердің ертегі кейіпкерлерін көріп тұрсыздар, кімдерді атап өтуге болады? Жақсы. Ал енді біз осы кейіпкерлер орнына өзіміздің қазақтың ұлттық ертегілердің кейіпкерлерін көруге сіздерді шақырамын. Қазақ халқының мәдениеті мен рухани мұрасында ертегілердің алатын орны ерекше. Ертегілер ұлттық дүниетанымын, арман тілегін, өмірлік ұстанымдарын, ұлттық құндылықтарын бейнелейтін көркем шығармалар. Оқушылар, сіздер білесіздер, қазіргі күні бізде QR кодпен көп мәліметтерді алуға болады. Мен сіздерге бүгін осы ертегілерді жаңа заманауи үлгіде өздеріңізге қажетті ертегілерді білу үшін арнайы дайындап келген болатын. Қазір сіздерге ұсынамын. Бұрынғы ерте заманда хайуандар жыл басы болуға таласыпты. Сонда жыл қайтты. Мен ауызды жақын қыламын. Мысық келмейді. Қыз келмесін келмейді. Жеп қояды. Жеп болғанды әбден жаратыпты. Аяқ қолым жоқ. Басымды көтере алмай жер бауырлап қалды. Қымбатты оқушылар, осылайша біз ұлттық кейіпкерлерімізді әлемдік брендке айналдыра аламыз. Қазақ ертегілері ұлттық құндылықтар айнасы екенін осы бір дәлелі.